Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі жоп-жұмсақ болып пеште пісетін тосаптан, яғни алма вареньясынан жасалатын пирожки жасаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осы видеоның жоғарғы жағында пирожкидің тестасы қалай жасалатын видео рецепт бар, соны басып көре аласыздар. Ал енді тестамызды ұзыншақ қылып жайып аламыз да әр бөлікке пышақпен бөліп аламыз. Тестамызды таразыға салып 60 грамм немесе 65 граммнан өлшеп алып, осылай қолымызбен доңғалақтап барлығын дайындап аламыз. Барлық тестамызды доңғалақтап дайындап алған соң, үстінен салафанмен жауып, тағы да 5-6 минутқа қойып аламыз. Менде алмадан жасалған тосап, әркім өз қалауы бойынша басқа да салмалармен дайындаса болады. Енді тестамызды алып, қатты жұқа қылмай дөңгелектеп жайып аламыз да, ортасына 2 шай қасық тосаптан салып, 2 жағын біріктіріп, жақсылап түйеміз. Пирожкиміздің үстінен қатты баспаймыз, тек қана екінші жағына қарай бір аунатып, пергамент қағазы төселген табамызға шетінен қоя береміз. Пирожкиімізді жұмыртқаменен майлап алған соң, 180 градуста ысып тұрған пешке 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, пирожкиіміз осындай әп-әдемі, топ-томпақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріп, қуантасыздар деген ойдамын. Әсіресе балалар жақсы көріп жейтін тәтті бәлішті жасап, неге дәмін көрмеске достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінгі менің көрсеткен видео рецептім ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарияға жақсы сөздеріңізден жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Видеомның соңына дейін қарағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар достар.